Достар, қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі тез жасалатын зебра пирогының рецептісін ұсынамын. Пирог жасау үшін бізге 100 грамм бөлме температурасында еріген сары май қажет. Сары майға 150 грамм қантты салып, әппақ болғанша миксерлейміз. Содан соң 3 жұмыртқаны бір-бірлеп салып, яғни кезек-кезек салып миксерлейміз. Массамыз біріккеннен кейін 1 грамм ванилин және шым-шым тұз салып, ас содасын айранға салып араластырамыз. Содан соң массамызға құйып миксерлейміз. 190 грамм ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп аламыз. Содан соң массамызға салып, қамырымызды миксерлейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Яғни теңдей бөлуіміз қажет. Бір бөлігіне 10 грамм какао салып араластырамыз. Қамырды дайындауға негізі 10 минуттай уақыт кетеді. Енді формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағына сары май жағамыз. Содан соң 2 ас қасықтан ақ қамыр және де какао қосылған қамырды кезек-кезек салып шығамыз. Ең соңында бір-бір қасықтан саламыз. Менің формамның диаметрі 20 см. 18 диаметрлі формаға жасасаңыздар, пирог өте биік болып шығады. Таяқшаның көмегімен осылай безендіруге болады. 170 градус қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирог дайын болды. Енді толық суыған күтеміз, содан соң формасынан босатамыз. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, пирог өте нәзік, жұмсақ әрі дәмді болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.